Ал Мега Ақтөбе ойын-сауық орталығының аумағы арқылы өтетін Сазды өзенінің үстінен мұз айдыны ашылды. Оның салтанатты тұсаукесеріне қала әкімі Ілияс Испанов, қалалық мәслихат депутаттары, қысқы спорт түрлерімен айналысатын тұрғындар қатысты. Бірінші болып мұз айдынының алаңында Сириус мәнерлеп сырғанау тобы мен балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің хоккей командасы мүмкіндігін бағамдап көрді. Айта кету керек, осы қыста ақтөбеліктер үшін қаланың және ауылдық округтердің бірнеше аумағында мұз айдындары ашылмақ. Бұл қысқы спорт түрлерінен мықты спортшылар дайындап шығаруға бағытталған қадам дейді қала әкімі. Облыста да, қалада да мықты жетістіктер жоқ. Болашақта хоккей модулі салынса, мұз айдын салынса, онда болашақта біз оны ары қарай дамытамыз, жастарды оларды тартамыз, халыққа көп мүмкіндіктері соларға жол ашсақ, біз республикада ғана емес, дүние жүзінде де көптеген жетістікке жетеміз деп ойлаймын.